болмай, күй болмайды дейтін қазаққа баспана қай уақытта да басты мәселенің бірі. Өзекті тақырып. Бір ғана Ақтау қаласы бойынша тұрғын үй кезегінде 10 мың адам тұр. Олардың тең жартысы мемлекеттік қызметкерлер. Жауаптылардың сөзіне сенсек, жыл соңына дейін Нұрлы жер бағдарламасы аясында 1000-ға жуық пәтер беріледі. Жалпы баспаналы болудың түрлі жолы бар. Яғни осы бағытта бірнеше бағдарлама жүзеге асып жатыр. Олардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Баспана алудың қай тетігі тиімді? Арнайы сюжеттен көрейік. Бақытты отбасы. Мемлекеттік Нұрлы жер бағдарламасының бір тармағы. Былтыр енгізілген. Бұл бағыт бойынша пәтер алуға өткен жылы облыста 85 адам өтінім берген. Оның 78-і үй алған. Солардың бірі 6 баланың анасы Рыскүл Алдабергенова 10% алғашқы жарна салып, көптен күткен баспанасына қол жеткізді. 2 бөлмелі үй. Жақсы, енді бұндай бағдарлама бар екен, енді біліп түсініп жатырық қой, енді көп баланаға көп көмек бұның өзі. Өзім енді армандаған үйімді алдым ғой қаладан. Өзім мына елде тұрам. Үйлі болсын бәрі. Үйлерінде со қуаныш болсын деп тілеймін бәріне. Жалпы бақытты отбасы бағдарламасына қатысу үшін міндетті түрде тұрғылықты жеріңіз бойынша әкімдікте кезекте тұруыңыз қажет. Шарт бойынша баспананы көп балалы жанұялар, мүгедек баланы тәрбиелеушілер мен толық емес отбасылар ала алады. 3 категория міндетті түрде соңғы 6 айда табысы болу керек, яғни банктен төлем қабілеттілігінен өту үшін. Сосын өзінің атында енді тұрғын үй кезегінде тұрғасын, естественно, үйі болмау керек. 20 жылға беріледі. Ақтау қаласы бойынша үйді таңдаған кезде адамдар алатын үйін өзі таңдайды. Ол 15 миллионнан аспайтын болу керек. Және оның міндетті түрде үйді алатын кезінде бастапқы 10%-ын төлеу керек. 10%-ын төлегенде жаңағы тұрғын үй сертификаты деген Нұрлы жерде бізде қарастырылған. Ол сертификатты алады тек қана әлеуметтік көмек ретінде ең төменгі айлыққа жетпейтін адам басына шаққандағы табысы бар отбасылар ғана миллион теңге көмек ретінде алады бастапқы төлеу үшін. Ал одан асатын табысы бар отбасылар оны бюджеттік кредит ретінде алуына болады. Нұрлы жер бағдарламасы халықты баспанамен қамтуды ілгерілетуге оң ықпалын тигізуде. Жан-жақты сарапталған жобаның шапағатын көргендер де аз емес. Сондықтан болар, бағдарлама 2025 жылға дейін созылды. Қазір Ақтауда 33-ші шағын ауданнан 53 мың шаршы метрді құрайтын 670 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Арендалық баспанада ұмыт қалмаған. Арендалық тұрғын үй Ақтау қаласынан 19-ші А шағын ауданынан 41-ші учаскесінен 144 пәтерлі 2 үй салынып жатыр. Бұнда осы толықтай жылдың аяғына дейін тапсыруға жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар жаңа шағын аудандардың барлығын 16, 17, 18, 18А, 19 шағын аудандарды сумен, кәрізбен, жылумен, токпен, газбен жабдықтау жұмыстары бойынша жұмыстар толық жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік бағдарламадан бөлек тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы да пәтер алуға болады. Солай жасағанның бірі Несібелі Жыңғылбаева. Ол 4,5 жылдан бері банктегі есеп шотына үзбей ақша салған. Осылайша үйге арналған қаражаттың 50%-ын жинаған. Банк табысын есептемей пәтер алуға өтінішін бірден мақұлдаған. Аймай регистраторға ақшамды салып тұрдым. Сол салып тұрғанның арқасында міне 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізіп, ешқандай айлық табысымды, ешқандай справка ештеңе сұратпай, маған Жилстройбанк 4,8%-пен не беріп тұр маған, кредит беріп тұр. Бұйырса бір айдан кейін Алла қаласа үйіме кірем. Былтыр тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы облыс бойынша 2100 адам үй алған. Биыл бұл сан өсуі мүмкін дейді банк қызметкерлері. Себебі банктың әскери баспана, өз үйім сынды арнайы бағдарламаларына сұраныс күн сайын артуда. Өз үйім деген бағдарламамыз бар. Ол енді мемлекеттік бағдарламаның айырмашылығы, бұл жерде 20-50% жинап бізбен отырған келісім отырған мекемелермен, құрылыс мекемелермен алуға болады. Ол жерде бір үй болса да, 2 үй болса да, сол бағдарламамен ала беруге болады. Айырмашылығы осында. Ол үшін жаңа айтқандай или ақшаны жинау керек, немесе ақшаны келіп салу керек. 50%-ға дейін келіп ақшаны салсаңыз, әрбір таңдаған Қазақстан түкпір жерінен үйіңізді ала аласыз.
Баспанаға мұқтаж, төлем қабілеті бар азаматтарға үй сатып алу мүмкіндігін ұсынатын бағдарламаның бірі 7-20-25. Бұл бойынша Қазақстанда екінші деңгейлі 8 банк ипотекалық несие ұсынады. Негізгі шарттары мынадай: жылдық сыйақы мөлшерлемесі 7%, пәтер бағасының 20%-ын төлеу керек. Содан соң 25 жылға дейін кредит беріледі. Кез келген адам қатыса алады. Басты талап: қарыз алушының жеке баспанасы мен ипотекалық қарызы болмауы тиіс. Содан соң табысын растауы қажет. Нұрсұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалаларында 25 миллион теңгеге дейін, қалған өңірлерде 15 миллион теңгеге дейін кредит беріледі. Үй алудың тағы бір жолы Қазақстан ипотекалық компаниясының Орда бағдарламасы. Бастапқы жарнасын төлеп, несиеге үй ала аласыз. Мүлде табысы жоқ, не отбасының жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне жетпейтін әлеуметтік әлсіз топтарға, яғни жетім балалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен зейнеткерлерге сатып алуға болмайтын жалдамалы пәтер ұсынылады. Сондай құрылыс компаниясының өзімен келісіп, үлеске ретінде ақша салып та үй алуға болады. Алайда жергілікті билік мұндай қадамға бармауды сұрайды. Себебі әлі іргетасы құйылмаған тұрғын үй үшін тұрғындардан ақша алу өрескел қате. Әкімдіктегілердің айтуынша, жалпы Ақтаудан үй сатып аларда қалалық құрылыс және сәулет бөлімдеріне барып, көздеген пәтеріңіз жайлы ақпарат алуыңыз керек. Сондай-ақ салынып жатқан үйдің құжатын тексеріп, заңды не заңсыз екенін анықтап алған жөн. Себебі қазір Ақтауда салынып жатқан 69 үйдің 20-сының құрылысы рұқсатсыз басталған. Сондықтан жұмысы тұралап тұр. Айтылған ережелерді сақтасаңыз, ақшаңыз да далаға кетпейді. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Апта ақпарат.